taqырыбын ақылдай жүрсіз, қандай? Тоқтың жолы әрекеті жол еңін заңы. Жол еңін заңы, иә. Баға біз бірінші қайталаудан бастаймыз. Бірінші топтан қайталауға кім шығатын еді? Қайсысын шығарса бір әлімен шығару. Айына баласы орындырған сұрақ қоямыз. Қол өтеріп қоямыз сұрақ. Қол өтеріміз, сұрақ қоямыз. Оң заңы дегеніміз тізбектегі тоқ күші кернеуге тура пропорционал, ал кедергісіне кері пропорционал. Келесі сұрақ. Тоқ күші дегеніміз бір уақытта өткізгіштердің көлденең қимасынан өтетін зарядтың мөлшерін айтамыз. Дұрыс. Электр тоғы дегеніміз зарядтардың электр өрісі әрекетінен бағытталып реттелген қозғалысын айтамыз. Дұрыс. Тоқ күші немен белгіленеді? Қандай? Бірлігі. Тоқ күшінің бірлігі? Анты, дұрыс. Келесі сұрақ. Кернеу. Кернеу дегеніміз электр өрісі жұмысының зарядқа қатынасын айтамыз. Дұрыс. Оң заңы. Айтып қойды ма? Тоқ көзі дегенімізде және оған нелер жатады? Тоқ көзі дегеніміз өткізгіштердің штатындағы потенциалдар айырымын нөлге теңестірмей, оң және теріс зарядтарды бөлектеп тұратын қондырғыны айтамыз. Оларға аккумулятор, генератор, фотоэлемент және термоэлемент. Жақсы оқиды. Мен бір сұрақ қойсам. Кернеудің бірлігі? Кернеудің бірлігі вольт. Вольт дұрыс, жақсы болды. Екінші топтан дидар шығады. Дидарға сұраққа дайындап отырамыз. Сұрақ. Электр қозғаушы күштеріміз бөгде күштердің атқарған жұмысының зарядын қатынас. Дұрыс. Айқын сұрақ. Электр тоғы дегеніміз бөлшектердің зарядталған бағытталған реттелген қозғалысы. Дұрыс еді. Оң заңы дегеніміз тізбектегі тоқ күші кернеуге тура пропорционал, ал кедергіге кері пропорционал. Тоқ көзі. Тоқ көзі дегеніміз электр өрісі қыздыратын қондырғы. Олай деп айтуға да болады. Дұрыс. Кулон дегеніміз не? Кулон заңы. Не кулон заңы? Басқа сұрақ қоямыз. Басқа сұрақ. Алина. Тоқ күші. Тоқ күші біз бірлік уақытта өткізгіштің көлденең қимасынан өтетін зарядтың мөлшерін айтады. Дұрыс еді. Кернеу дегеніміз электр өрісінің сол зарядқа қатынасын айтамыз. Электр өрісінің жұмысының сол зарядқа. Енді мен бір сұрақ түсіндім. Кернеуді өлшейтін прибор? Вольтметр. Вольтметр. Тоқ күшін өлшейтін прибор? Амперметр. Жарайды, жақсы мағұрат. Бүгін өтетін сабағымызда тақырыбын кім ақуат айтты, біз оны сендерге бала үй тапсырмасы ретінде бергенбіз. Мен соны қазір қорғауға қай топқа берілген еді? Екінші топта. Екінші топта кім шығады? Электр тоғы өткізгіштерден өткенде температура өте қызады. Оларға мысал ретінде алсақ, ол металл болады. Металдың иондық және иондық жатады. Олардың өте ыстығы да жақсы өткізіледі және жақсы. Өткізгіштерде тоқ бөлініп шыққанда оның электр мөлшері бір-біріне тәуелсіз болатындығын ағылшын ғалымы Джоуль мен орыс физикі Ленц ойлап тапқан. Тәжірибе барысында тоқ күшінің бір-біріне тәуелсіз болуын мынандай тәжірибе арқылы мынандай тұжырым жасаған. Өткізгіштерде тоқ жылу мөлшері тоқ күшінің квадратына немесе тоқ күшінің
және ток күшінің уақытына тура пропорционал болады. Бұл тұжырымды Джоуль Ленц заңы деп атаған. Қызған кездегі ол ток күшінің квадратына және кедергіге тура пропорционал екен, және уақытқа. Не бұл уақытты көрсетеді? Hatta caz varımız var. Osu tanıktan deyinki kay jaktı? 5-4 jaktı buldum. Birincisine. Sen jasın mı? Çıra koy. Hatta öşür. Birinci septin şartını okuшу. Электр тізбегіндегі энергияның сақталуы. Ампер тізбекте 15 ампер ток күшін, ал вольтметр осы бөлікте 24 вольт кернеуді көрсетеді. 20 минут ішінде ток күші қанша жұмыс атқарады? 20 минут ішінде ток қанша жұмыс атқарады? Берілген жазамыз. Мынау 20 минутымыз 60-тан 20 сағат, дұрыс па, е? 6-тан 20 сағат, 3-тен 1 сағат. Сонда біз бана джоульмен де шығарамыз, ватт сағатпен шығарамыз. 2 жолмен шығарамыз. Неге ватт сағатпен шығарамыз? Бана біз үйде, күнделікті өмірде, үйде киловатт сағатқа төлейміз. Мысалға қазір 1 киловатт сағат 15 теңге болатын болса, қазір мынау 120 ватт сағат, киловатт сағат қайтын болса, 0,112 киловатт сағат болады. Түсіндер ма? 0,112. Біз бір айда 100 киловаттқа дейін жағып қоямыз үйде. Сонда біз киловатт сағат көтерейміз. Сондықтан жұмыстың бірлігі джоуль және ватт сағат екен. Сонда біз тоқтың атқарған жұмысына төлеп жатырмыз үйде. Қара, түсіндер ма? Тоқтың атқарған жұмысына ақша төлеп жатырмыз. Және бұл төлемей жақсы. Жазамыз, есіп жазамыз. Тез жазамыз, жылдам жазамыз. Жалай дейін. Бақай, бірді өшіреміз. Болыңдар ма, е? Ең есепке шығамыз. Есептің шартын оқы жүрген, не дейді? Электр плитасының кедергісі 80 Ом, желідегі кернеу 220 вольт. Электр плитасы 6 сағат ішінде қанша энергия тұтынады? 6 сағат ішінде дейін дұрыс. Вольт квадрат. Вольт квадрат. Секунд. Мына жерге қояды. Ом тең. Не хотим. Бөлшек. Вольт квадрат. Секунд. Ом жүктейміз. Вольт бөлінген
Жаңа жазып едім ғой, вольт жазып едім. Вольт бөлінген ампер болады. Қысқарып. Тең. Ампер алдына шығады, ампер. Вольт көбейту секунд. Жақсы жақ. Тең. Не болады? Жол болады. Бұл көтен саннаган орнығы үшін өңіз. Балдар түсінті ғой, е? Ампер вольт секунд ол жол керек. Электр қайнатқышты саламыз. Және де бірінші электр қайнатқыштың қуаты 300 ватт. Екіншісінікі 400 ватт. Ал үшіншісінікі 600 ватт. Термометрлердің көрсеткіштерін бағалай отырып, тым қуаттылау, яғни 600 ваттық электр қайнатқыш қуаты 400 және 300 ваттық электр қайнатқышқа қарағанда жылуды артық беретіндігіне көз жеткіземіз. Сонда балдар бұдан шығатын қорыт 600 ватт ол тез қайнатып байқадыңдар ма? Сонда ол қуатына байланысты екен, е? Мінекей бұл бүгінгі сабағын. Кедергілері көріп тұр ма қаншадан? Ток күшін табамыз. Кән кірісіңдер, бірінші топ. Ток күшін амперметрдің көрсетуін табамыз. Дәптерге жазамыз. Кән түсінбей маған жауабын айтасыңдар. Сызамыз қалай? Жоқ, сызбайсыңдар. Бірінші топ, бұл бірінші топтың тапсырмасы. Бірінші топ шығарып маған көрсетесіңдер. Екінші топқа тапсырма. Екінші топ көріңдер ме? Қараңдаршы. Кернеу қанша? 8. Кедергілер ше? 2 омнан. Болды кірісіңдер. Үшінші топқа тапсырма. Үшінші топтың тапсырмасын көріңдер ме? 4 ом 2 ом. Кәдімгі шығарып маған көрсетеміз. Шыққан санға 6-ны 8-ге бөлді. Уды 8-ді 6-ға бөлінген, у бөлінген 1 бүтін қанша шықты? 1,3 ампер шықты, дұрыс. Сендерге қанша шықты? Бізде 2 ампер шықты. 2 ампер шықты ма? Бұларды қандай ет берілген? Бізде 8 вольт, 2 ом, 2 ом, 2 ом. Дұрыс е? Бұларды дұрыс. Бірінші топ. Қанша? 1 ампер шықты. Дұрыс е бұларды де, е? Бұларды де дұрыс. Ал енді балдар, тест тапсырамыз. Мынау ноутбуктар аша. Сендерге 2 минут уақыт қалды. 2 минутта 5 сұраққа жауап берулеріңіз. Балдар, екінші топ қаншаға жауап бердіңдер? Қанша сұраққа? 5-еуіне де жауап бердіңдер, жақсы. Сендер ше? 4-еуіне жауап бердіңдер, сендер? 4-еу, жақсы. Келесіге бердіңдер. Балдар, берілдің үй тапсырмасы 5-шісі. Қуаттың формуласы, кедергінің формуласы, жүздің ұзындығын баттепті балдар. Сонда мен қорыт қойдым бала, қараңдаршы. Мынау ердің орнына роялесті қойдым. Ес алдында көбейтіледі. Енді осыдан еріп табасыңдар, ұзындықты ше. Сөйтіп өздерін шығарасыңдар. Түсінді ма? Өлшем бірлігін шығарып, өздерін шығарасыңдар. Кері байланыс береміз. Қаншауына? 4-еуіне. Жақсы, Ина, жақсы. Бізде 4-еуіне жауап берді. Болды, маған мен ноутбуктілерді алып келдім. Мына жерге қоя бердім.